Балықтың фаршынан котлетасын жеп жатырмын. Фарш, нан, жұмыртқа. Қазір нанға сүтті құйып қоямын. Оғанға дейін картошка аршып, теркілап қосамын. Бәрін на глаз істеймін. Өлшеп, ешқандай ондай жоқ. Все на глаз. Фарш. Картошка мен теркілаған шош қап-қара болып кетті. Картошка, чеснок. Жаңа дайындаған нан. Туз, бұрыш по вкусу. Туз, бұрыш салынды, енді жұмыртқа. Мен фаршым, мұнда су. Ешқандай ұнға ойнатпаймын. Қолымды сулап, сразу котлетімді істеп, сковородкаға салып пісіре беремін. Дайындап қоймаймын тақтайға. Менде пергамент. Сковородканың ішіне салып, майды осы пергаменттің үстіне құям, чтобы сковородканы болғанмайтын. Осылай істеп көргендер бар ма? Мен бір рет істедім, только маған ұнамаған болатын. Енді екінші рет істеп көрейін деп жатырмын осылай. Ал менде мына жақта картошка гарнирға. Arada işin sığırma. Karnı yaptın mı? Karnı. Bana ama çok tatlı. Котлетімді қуырып болдым. Енді мына майды маған сковородканың ішіне құйып алу керек. Енді мына майдың үстіне сарымсақпен морковьті қуырып аламын, подливать жасаймын. Салдым, енді кішкене томат салып қуырып, үстіне су құямын. Кішкене су и котлеттерін салып бақтырып аламын осыны. Өзіме керегінше ғана саламын, қалғанын морозилкаға салып қатырып тастаймын. Керек кезінде бақтырып жегенде.